Менің атым Айдана Серікқызы. Осы оқиғаны айтпас бұрын бір нәрсені мойындағым келеді. Кейде адам өмірінде бір ғана күн бәрін өзгертіп жібереді. Бір ғана сәт, бір ғана қате, немесе біреудің қасақана жасаған ісі. Мен балалар дәрігері болып жұмыс істедім. Алматыдағы үлкен жеке клиникалардың бірінде. Балалардың жанарын көрген сайын шаршағанымды ұмытып кететінмін. Кішкентай қолдарымнан ұстап, апай, рахмет дегенде өзімді ең бақытты адам сезінетінмін. Бірақ бір қыздың тағдыры менің өмірімді астан-кестен етті. Сол түні болған оқиғаны әлі күнге дейін ұмыта алмаймын. Аппараттардың ащы дыбысы құлағымда жаңғырып тұр. Палатаға жүгіріп кіргенімде кереует жанында жас келіншек тұр екен. Ол кішкентай қызды орнынан көтермек болып жатқан. «Не істеп жатырсыз?» деп айқайлап жібердім. Жүгіріп барып, оны кереуеттен итеріп жібердім. Әйел қабағын шытып: «Не болды сонша? Қимылдау керек қой. Денсаулыққа жақсы» деді. Менің денем мұздап кетті. Қыздың жағдайы өте ауыр болатын. Оған мүлде қозғалуға болмайтын. Бір ай бойы арнайы қалыпта жатуы керек еді. Кішкентай ғана қате оның бүкіл өмірін өзгертіп жіберуі мүмкін болатын. Аппараттар шырылдап жатты. Қыздың көзі жұмылып барады. Мен дәрігер шақыратын батырманы бастым. Қолым дірілдеп, датчиктерді түзеп жаттым. Ал әлгі әйел болса, ештеңе болмағандай тұрып қалды. Сол түні қыздың жағдайы күрт нашарлады. Ал келесі күні бәрі маған қарсы бұрылды. Бас дәрігер кабинетінде маған суық қарап отырды. «Айдана Серікқызы, сізді түсінемін. Бірақ дәл сол уақытта камералар істемей қалған». «Қалай істемейді?» дедім сенбей. «Ешкім білмейді». Ол ауыр күрсінді. «Ана әйелді ешкім көрмеген. Бірақ мен көрдім». «Дәлеліңіз жоқ?» Менің жүрегім тас төбеме шықты. «Сонда сіз мені кінәлі қылмақсыз ба?» Егер нақты сенімді болсам, қазір бұл жерде полиция отырар еді. Ол орнынан тұрып терезеге қарап біраз тұрды. Бұл істі тез жабу керек. Әйтпесе әлгі қыздың әкесі бәрін біліп қойса, бүкіл ауруханаға қиын болады. Мен не істеуім керек? Біраз уақытқа ауылға кетесіз. Әйтпесе іс қозғалады. Сол сәтте менің бүкіл өмірім құлағандай болды. Мен ешкімге жамандық жасамадым. Керісінше қызды құтқаруға тырыстым. Бірақ бәрі маған қарсы шықты. Ақырында амалсыз келістім. Бір аптадан кейін мен Қарқаралы жақтағы шағын ауылға келдім. Маған берген үйді көріп көзіме еріксіз жас келді. Ескі ағаш үй. Қисайып тұрған қоршау. Терезесі де дұрыс жабылмайды. Қаладағы өмірден кейін бұл маған қорқынышты көрінді. Бірақ басқа таңдау жоқ еді. Алғашқы айлар өте ауыр өтті. Кешкісін үнсіз жылап алатынмын. Өйткені мен өз өмірімді сағындым. Аурухананы сағындым. Балаларды сағындым. Ауыл адамдары біртіндеп жақын тарта бастады. Мұнда фельдшер деген жай қызметкер емес екен. Адамдардың бар үміті сенде. Бір күні дүкеннен шығып келе жатсам, ауылдың ақсақалы Нұрғали ата асығып кетіп бара жатыр екен. «Ассалаумағалейкум, ата». «Уағалейкум ассалам, қызым» деді де өте шықпақ болды. «Тоқтаңызшы. Деміңізді үрлеңіз». Ол бірден теріс қарап кетті. «Әй, қызым-ай, тағы басталды ма? Өткен аптада өзіңізді әрең алып қалдым ғой». Қарт күрсінді. «Ана кемпірің ұрысқанда шыдамай кетемін». Мен күліп жібердім. Оның әйелі расында өте қатал кісі еді. Екеуінің күнде ұрысатынын бүкіл ауыл білетін. «Тағы ішсеңіз, жерлеуіңізге бармаймын» дедім қалжыңдап. Қарт та күліп: «Барасың. Жүрегің жұмсақ сенің» деді. Уақыт өте бастады. Кешкісін орман жаққа барып тал жинайтын әдет таптым. Одан кәрзеңке тоқуды үйреніп алдым. Сол іс мені тыныштандыратын. Сол күнде кәдімгідей басталған. Күн батып бара жатты. Мен тал кесіп жүріп уақыттың қалай өткенін байқамай қалыппын. Кенет жоғары жақтан қатты дыбыс шықты. Тарс.
Артынша бір нәрсе жолдан ұшып түсіп, ағаштарды қиратып өте шықты. Мен шошып отыра кеттім. Бірнеше секундтан кейін көзімді ашсам, қымбат қара көлік төменде аударылып жатыр. Дөңгелектері әлі айналып тұр. Ал алдыңғы жағынан от шығып жатыр. Мен жүгіріп бардым. Ішінде адам бар екен. Естисіз бе? Жауап жоқ. Әйнекті ұрдым, ашылмайды. Жерден тас алып терезені ұра бастадым. Бірінші рет сынбады. Екінші рет тағы жоқ. Үшінші ретте ғана әйнек быт-шыт болды. Ер адам қауіпсіздік белдігіне ілініп қалыпты. Белімдегі кішкентай пышақты алып белдікті кестім. Ол үстіме ауыр денесімен құлап түсті. Ал көліктегі жалын үлкейіп бара жатты. Мен оны сүйрей бастадым. Қолым ауырды. Арқам күйіп бара жатқандай. Бірақ тоқтауға болмайтын. Тек үлгеру керек. Біз көліктен алыстай бергенде арт жақтан қатты жарылыс болды. Жер дір ете қалды. Мен ер адамды жауып жерге құлай кеттім. Бірнеше минуттан кейін ол көзін ашты. Маған ұзақ қарап жатты. Мені сіз құтқардыңыз ба? Иә. Аз қалды. Жолдан адамдар жүгіріп келе жатты. Мен жедел жәрдем шақыруды сұрадым. Ал әлгі ер адамның көзқарасы есімде қалып қойды. Онда таңданыста, ризашылықта бар еді. Бір аптадан кейін үйімнің алдына қара джип келіп тоқтады. Ішінен сол ер адам түсті. Ақсаңдап жүр екен. Қолы таңулы. Ол маған қарап күлімсіреді. Таныдыңыз ба? Әрине. Сізге рахмет айтуға келдім. Менің атым Данияр. Ол бай адам екені бірден байқалатын. Бірақ тәкаппарлығы жоқ. Біз ұзақ сөйлестік. Сосын ол: сіз дәрігерсіз ғой, деді. Иә. Менің анам қатты ауырады. Қызым да арбада отыр. Маған сенімді адам керек. Мен үндемедім. Ал мен сізге көмектесемін. Егер сізге жала жабылған болса, бәрін анықтаймыз. Мен ұзақ ойландым. Өйткені ішімде бір үміт әлі өлмеген еді. Ақыры келістім. Келесі күні үлкен коттеджге кіріп бардым. Даниярдың анасы Салтанат апай екен. Өте ақылды, мінезді кісі. Бірақ бөлмеге арбамен кіріп келген қызды көргенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Бұл сол қыз еді. Сол баяғы ауруханадағы қыз. Менің тағдырымды өзгерткен бала. Қыз күлімсіреп: сәлеметсіз бе? Менің атым Аружан, деді. Ал мен ішімнен қатып қалдым. Сол сәтте бәрі түсінікті болды. Даниярдың әйелі сол палатадағы әйел еді. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Ас үйде ауру тарихын қарап отыр едім. Салтанат апай келді. Сен бұл қызды танисың ба? Деді. Мен үндемей қалдым. Бірақ кейін бәрін айтып бердім. Қалай болғанын, қалай мені кінәлі еткенін, қалай камералардың кездейсоқ өшкенін. Салтанат апай үнсіз тыңдап отырды. Сосын бөлмеден шығып бір сурет алып келді. Данияр мен әйелінің үйлену суреті. Мен суретке қарап қатып қалдым. Иә. Осы әйел. Салтанат апай ашуланып кетті. Мен сезгенмін. Аурухананың бас дәрігері мен мына келін туған бауырлар екен. Менің денем мұздап кетті. Сонда бәрі алдын ала жоспарланған. Сол түні үйдің ішіндегі тыныштық ерекше ауыр еді. Данияр ұзақ уақыт ештеңе демей отырды. Екі қолын түйістіріп жерге қарап қалған. Ал оның әйелі Мадина болса, алғашында бәрін жоққа шығаруға тырысты. Бұл өтірік. Ол әдейі мені жамандап отыр, деп айқайлады ол маған қарап. Данияр, сен бұған сенбейсің ғой. Бірақ даусы дірілдеп тұрды. Көзіндегі қорқыныш байқалып қалған еді. Салтанат апай орнынан баяу көтерілді. Мен сенің бұл үйге келген күніңнен бастап Аружанға жылулық көрсетпегеніңді байқадым, деді ауыр үнмен. Бірақ адам осынша қатыгез болады деп ойламаппын. Мен ештеңе істеген жоқпын, деп шырылдады Мадина. Сол сәтте мен шыдай алмай: сіз оны төсектен жұлып көтердіңіз.
Дәрігерлердің ескертуін біле тұра. Дедім. Мадина маған жалт қарады. Сол көзқарасты мен өмір бойы ұмытпаймын. Өшпенділікке толы суық көзқарас. Мен тек көмектескім келді. Деді ол ақталып. Қыз қимылдамаса мүлде жүрмей қалады деп ойладым. Жоқ, дедім ақырын. Сіз ол кезде ашуланып тұрдыңыз. Қыз сізді тыңдамай әкесін шақырып жылаған. Сіз жүйкеңізге ерік бердіңіз. Үй іші тып-тыныш болып кетті. Данияр баяу ғана басын көтерді. Оның көзі қызарып кеткен еді. Бұл рас па? Деді сыбырлап. Мадина үндемеді. Сол үнсіздік бәрінен ауыр болды. Данияр орнынан тұрып терезе алдына барып тұрып қалды. Иығы дірілдеп тұрғанын байқадым. Ол қызы үшін өзін кінәлі сезініп тұрған еді. Өйткені ұзақ уақыт ештеңені байқамаған. Мен саған сендім, деді ол ақырын. Ал сен менің қызымның тағдырын құртып жібере жаздадың. Мадина жылап жіберді. Мен бұлай болады деп ойламадым. Мен қорқып кеттім, ағаң бәрін жауып тастаймыз деді. Сол сәтте бәрі анық болды. Ол жалғыз әрекет етпеген. Ауруханадағы бас дәрігер, өз ағасы, оны қорғап қалған. Салтанат апай үстелді жұдырығымен бір ұрып. Сендер адам тағдырын ойыншық қылдыңдар, деді. Мадина сол түні үйден кетіп қалды. Данияр оны тоқтатпады. Тек үнсіз есік алдында тұрып қалды. Ал Мадина чемоданын көлікке салып жатып, бір сәт Аружанның терезесіне қарады. Қыз ұйықтап жатқан. Сол кезде оның жүзі өзгеріп кетті. Көзінде өкініш бар еді. Бірақ енді бәрі кеш болатын. Көлік түн қараңғылығына сіңіп кеткенше Данияр орнынан қозғалмады. Кейін сот басталды. Ауруханадағы көптеген заңсыздықтар ашылды. Камералардың әдейі өшірілгені, құжаттардың өзгертілгені анықталды. Бас дәрігер қызметінен айырылды. Ал Мадина ол көпшілік алдында көрінбей кетті. Естігенім бойынша басқа қалаға көшіп кеткен. Бірақ бір нәрсе есімде қалып қойды. Соттың соңғы күндерінің бірінде ол маған дәлізде жолығып қалды. Өңі әбден солып кеткен. Бұрынғы тәкаппарлығы жоқ. Маған ұзақ қарап тұрып. Мен шынымен Аружанға жамандық тілемедім, бәрі бір сәттік ашумен болды, деді. Мен үнсіз тұрдым. Өйткені кейбір қателіктер кешірілсе де, оның салдары адам өмірінде мәңгі қалады. Мадина көз жасын сүртіп. Данияр мені ешқашан кешірмейді ғой, деді сыбырлап. Мен ақырын ғана. Ең қиыны өз-өзіңді кешіру, дедім. Ол басын төмен түсірді де үнсіз кетіп қалды. Сол кеткеннен кейін мен оны қайта көрмедім. Сол күннен бастап біз шындық үшін күресе бастадық. Мен Аружанның емін қайта қарап шықтым. Оған көмектесуге әлі мүмкіндік бар еді. Тек ешкім өз қатесін мойындағысы келмеген. Айлар өтті. Аружан алғаш рет өздігінен тұрған күні бәріміз жыладық. Салтанат апай мені құшақтап, сен біздің үйге Алланың жіберген адамсың, деді. Ал Данияр, ол күн сайын маған жақындай берді. Кешкісін ас үйде шай ішіп отырып ұзақ сөйлесетінбіз. Мен оның жанында өзімді тыныш сезінетінмін. Ал ол бір күні: мен сізді сол өрттен кейін емес, дәл қазір жақсы көріп қалғанымды түсіндім, деді. Сол сәтте менің көзіме жас келді. Өйткені ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзімді жалғыз сезінбедім. Себебі кешкісін ас үйде шай ішіп отырып, Даниярдың күннің қалай өткенін тыңдау мен үшін әлемдегі ең қымбат сәтке айналған. Ал Аружан баяғыда-ақ мені екінші анам деп атап кеткен. Кейін Данияр бәрімізді Каспий жағасына демалуға апарды. Сол жерде ол маған сақина ұсынып, өмірімді құтқарғаның үшін емес, жүрегімді тірілткенің үшін рахмет, деді. Ал мен сол сәтте тағдырдың кейде адамды ең қараңғы жолмен ең бақытты жерге алып келетінін түсіндім. Егер әңгіме ұнаса, осы арнаға жазылыңыз. Алда өмірден сабақ алатын, өмірге сырт көзбен қарап, өміріңізде болып жатқан сәттен дұрыс шешім шығаруға көмектесетін әңгімелер шығады. Кейде біреудің қателіктерін көріп, өмірден сабақ алуға болады.
Бірге талқылайық, сенің ойың өте маңызды.